Баршаңызға сәлем, өте дәмді және тез, әдемі салатты дайындаймыз. Бейненің соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Пиязды ұсақтап тураймыз. Мен тек жарты пияз қосам. Бұл салатқа қажетті заттардың барлығын осы бейненің төменгі жағына жазып қоям. Сол жерден көрсеңіздер болады. Пияздыдан кейін болгар бұрышын тураймыз. Яғни болгар бұрышын түрлі түсті етіп алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде салат өте әдемі болып шығады. Мен қазір қызыл болгар бұрышын 4 бұрышты етіп турайым. Содан кейін жасыл болгар бұрышын да қосып турайтын болам. Бұрышты түрлі түсті етіп алсаңыздар болады. Сол кезде салат өте әдемі болып шығады. Енді табаға сұйық май құйып, сұйық май қызғаннан кейін ең бірінші туралған пиязды саламыз. Және пиязды жоғарғы отта жақсылап араластырып қуырасыздар. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Содан кейін болгар бұрышын саламыз. Тағы да жоғарғы отта 1-2 минуттай ғана араластырып қуырамыз. Және корейская морковь салатын боламыз. Оның үстіне паприка, кориандр саласыздар. Жақсылап барлығын жоғарғы отта 1-2 минут қана араластырып, отты өшіреміз. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Қиярды да 4 бұрышты етіп тураймыз. Егер кішкентай қияр болса, бейнеде көрсетілгендей, тек ортасынан бөліп, бірнеше бөлікке бөліп турасаңыздар жеткілікті. Егер үлкен қияр болса, онда әрине 4 бөлікке бөлесіздер да 4 бұрышты етіп турайсыздар. Қызанақ аламыз. Қызанақтың кішкене қатты болған дұрыс, қатты жұмсағы қажет емес. 4 бұрышты етіп тураймыз. Барлығын ыдысқа саламыз, қиярды, қызанақты. Содан кейін жаңағы біздің табадағы салатты да саламыз. Ең соңғы кезекте баклажан, яғни баклажанды да 4 бұрышты етіп турайсыздар. Менде жуылған, тұзды суға салған жоқ баклажанды бірден турап салатқа қосайын деп жатырмын. Негізі 4 бұрышты етіп тұзды суға салып қойсаңыздар да болады. Бірақ содан кейін сүлгімен жақсылап сүртіп, бірақ салатқа қосу керек. 4 бұрышты етіп тураймын. Міне бейнеде көріп тұрғандарыңыздай. Мен баклажан жартысын ғана қостым, себебі өте үлкен. Ыдысқа салып, 2 ас қасық ұн қосамын. Дәміне қарай тұз қосам, және бір жұмыртқа қосып, жақсылап барлығын араластырамын. Тұзды дәміне қарай қосыңыздар жүре ме? Содан кейін осы баклажанды табадағы қызып тұрған сұйық майға салып, жақсылап қуырамыз. Толығымен қызарғанша қуырасыздар. Енді ортасында көк шөпті турап салатқа қосам. Яғни көк шөп өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Мен көк жуа алдым. Бейнеде көрсетілгендей турасаңыздар болады, немесе ұсақтап та турауға болады. Міне баклажан да дайын, жақсылап қуырдық жоғарғы отта. Содан кейін салатқа көк шөп, оның артынан баклажанды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Және араластыру барысында салаттың дәмін көріңіздер. Егер тұз жетіспесе, тағы да дәміне қарай тұз салыңыздар. Мен тұз салдым аздап, жақсылап араластырамыз. Бірден салатты дастарханға қоюға болады. Баршаңызға ас болсын. Егер осы салат пайдалы болса, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар.